Саламатсыздар оқушылар. Бүгін сіздермен 6 сыныпқа арналған математика пәні бойынша мәтінді есептерді пропорция көмегімен шығару тақырыбын қарастыратын боламыз. Пән мұғалімі Есенова Алмагүл Калимеденова. Оқу мақсаттарымыз сіздермен келесідей: пайызға берілген есептерді пропорцияларды шешу және шамаларды берілген қатынаста бөлу. Бағалау критериіміз келесідей: пропорцияны білесіздер, пайызын білесіздер, санның пайызы бойынша санды таба аласыздар, және пайызға берілген есептерді пропорция арқылы шеше аласыздар. Енді сіздермен ой қозғау ретінде қайталау сұрақтарын қарастырып өтсек, өткен тақырыпқа шолу жасайық. Бірінші сұрақ: берілген санның пайызы қалай табылады? Екінші сұрақ: пайызы бойынша санды қалай табамыз? Үшінші сұрақ: пропорция дегеніміз не? Төртінші сұрақ: пропорцияның негізгі қасиеті қалай айтылады? Бесінші сұрақ: тура пропорционал шамалар дегеніміз не? Және соңғы алтыншы сұрағымыз: кері пропорционал шамалар дегеніміз не? Қайталау сұрақтарына жауап беріп қойсаңыздар, жаңа тақырыбымызды осы өткен тақырыппен байланыстыра отырып қарастыратын боламыз. Сіздерге мәтінді есептердің түрлеріне мынадай тірек схема ұсынылып келіп отыр. Яғни біз білеміз, 5-ші сыныпта өткен санның пайызын табу, пайызы бойынша санды табу және проценттік қатынасты табуды өткен болатын. Осы пайызға байланысты тапсырмаларды орындауда мынадай схема қолдануға болады. Яғни санның пайызын табудан бізде 100% беріледі, және осы 100%-ға қатысты бір сан беріледі, және де осы санның бөлігі беріледі, осы бөліктің процентін табу керек. Келесі, пайызы бойынша санды тапқан кезде бізде әдеттегідей 100% белгілі. Бұл жерде 100%-ның мына жерде қандай да бір проценті болады. 100%-ның ішінен және осы пайызға сәйкес бөлік болады. Осы бөлікті бөлік процент барлығы белгілі болған кезде бізге барлық санды табу керек болады. Келесі, проценттік қатынас табудан, яғни бізде 100% белгілі үнемі. Мына жерде осы 100%-ға сәйкес барлық сан белгілі болады. Мына жерде сол барлық санның бөлігі белгілі болады. Бізге мына жердегі екінші бөліктің жаңағы пайыздық қатынасын табу керек болады. Және осындай схема түрінде пайдаланып жұмыс жасауға болады. Сіздермен енді осындай мынадай есеп қарастырайық. Былай дейді: туристер дейді 200 км қашықтықты жүріп өтті, оның 40%-ын машинамен жүріп өтті. Туристер машинамен қанша жол жүріп өтті? Бұл жерге бізде барлық жол белгілі, сондықтан да бұл санның пайызын табу. Бізде 100% ол 200 км. Бізде 40% белгілі, осы 40%-дан қанша километр екенін табуымыз керек. Пропорцияны құрамыз, яғни 100-дің 40-қа қатынасы 200-дің x-ке қатынасы. X-тен болады, 40-ті 200-ге бөлеміз, 100-ге бөлеміз. Тен болады 80. Сонда бізде пропорцияның белгілі мүшесі, яғни қанша километр жол жүргені, ол бізде жүріп өткен 80 км екен. Яғни осы схеманың көмегімен тапсырмаларды шығаруға болады. Келесі тапсырма былай дейді: шебер 18 сақина дайындағанда, оның шәкірті 12 сақина дайындайды. Олар бірлесіп жұмыс істеп 180 сақина дайындады. Шебер неше сақина, шәкірті неше сақина дайындады. Бұл бізде бірлесіп орындалатын жұмысқа тапсырма. Бұл жерде қатынасты анықтап, бұл жерде қатынас бізде 18-ді 12-ге қатынастан рекорд тұрсаңыздар, немесе оны қысқартып жүрсек 6-ға, 3-тің 2-ге қатынасында. Яғни бұл жерде қатынастарды біз 5-ші сыныпта бірлесіп орындалған жұмыстарды орындағанбыз. Яғни 3-ке 2-ні қосамыз, тең болады 5-ке. 180-ді 5-ке бөлсек 36. 36-ны біз 3-ке көбейтеміз. Яғни міне қатынасымызды біз қатып алғанбыз. 108 шығады және 36-ны 2-ке бөлсек, ол бізде шебердің шәкірттің қанша сақина дайындайтынын 72. Сонда бізде 108 сақинаны шебер дайындайды екен, және 72 сақинаны шәкірт дайындайды екен. Ақарай, келесі тапсырма. 350 грамм тұзды су ерітіндісі дайындайды. Ондағы тұздың массасы судың массасына қатынасы 2-ның 5-ке қатынасында. Ерітінді құрамында неше грамм тұз бар, неше грамм су бар. Жаңағы
алгоритм боюнча жумуш жасайтын болобуз. Яғни қатынастарды қосып аламыз. 2005-ке қостық 7. Енді осы 7-ні 350-ге, яғни барлық су ерітіндісіне бөлеміз. Сонда 50 грамм болады. Осы 50 граммды біз берілген қатынастарға, яғни судың қатынасы 2, судың қатынасы 5. Яғни 52-ге бөлсек 100 грамм тұз, 50-ді 5-ке бөлсек 250 грамм су болады. Сонымен берілген қатынаста бөлу үшін берілген қатынас мүшелерінің қосындысын табу керек. Санды табылған қосындыға бөлу керек. Шыққан нәтижені қатынас мүшелерінің арқасына жеке-жеке бөлуге керек екен. Енді сіздермен келесі мындай жұмыс жасайық. Бірінші тапсырма. Тігін фабрикасы 1200 костюм шығарды дейді. Оның 30% жаңа костюмдер түрі дейді. Фабрика неше жаңа костюмдер шығарды дейді. Бұл есепті сіздермен бірге барлығымыз талқылаймыз. Келесі тапсырмаларды өздеріңіз орындайсыздар. Сонымен 1200 костюм дегеніміз ол кезде 100%. Осы 100%-дің жаңағы 30% жаңа костюмдар, соның қанша костюм екенін табуымыз керек. Қатынас тұрдық. Сонда бізде 1200-ді 30-ға көбейтеміз, 100-ге бөлеміз. Сонда 360 бізде жаңа костюм шығарған екен фабрика. Енді келесі мынау 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші есептерді сіздермен жасаңыздар. 1700 гектар жердің 357 гектар жеріне қарбыз егілді. Жердің қандай бөлігінің процентіне қарбыз егілді дейді. Математикадан бақылау жұмысында 5 деген бағаны 12 оқушы алды. Бұл барлық оқушының 40%. Сыныпта неше оқушы бар. 2-ші және 3-ші тапсырмада сіздер манағы біз қарастырған тірек схема бойынша жұмыс жасайсыздар. 4-ші есепте оқушы 2-де 1 қатынасында жол және торт дәптер сатып алды дейді. Егер ол 24 дәптер сатып алса, неше жол дәптер сатып алынды. Неше торт дәптер сатып алынды. Яғни бұл жерде сіздер жаңа берілген қатынаста бөлуге қатысты қарастырған 1-ші, 2-ші мәтіндіктер бойынша жұмыс істейсіздер. 5-ші есепте тракторшылар 54 гектар егістік алқабы үшін күнде 2-3-ке және 4-ке қатынасында өлшемде орып бітірді дейді. Әр күні қанша гектар жер орғанын есептеңіз дейді. Бұл да бізде берілген қатынасқа берілген тапсырма. Яғни сіздер алдындағы шығатын 1-ші, 2-ші есептегі алгоритм бойынша жұмыс жасайды. Сабақ соңында рефлексияны жүргізетін болсақ, мынандай жұмыс жасайық. Яғни сөйлемдерді жалғастырасыздар. Көп нүктенің орнына өздеріңіздің ойларыңызды толықтырып жазасыздар. 1-ші, бүгінгі сабақта білдім. 2-ші, үйрендім. 3-ші, қиындық туындады. 4-ші, әлі де жұмыстану керек. Және 5-ші, маған қызық болды. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Яғни сіздерге ұнады деп ойлаймын. Ендеше сабағымызды аяқтайық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.